Килиан Мбаппенің басы тағы да дауға қалды. Барселона Реалдың ойыншысын сутегінге алуды көздеп отыр. Манчестер Юнайтед ойыншылары уланып, ауырып қалған. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тіліндегі футбол туралы қызықты видеолар шығаратын YouTube арнаны қолдау мақсатында біздің арнамызға жазылып және видеоға лайк басуларыңызды сұраймыз. Су жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, біз бастаймыз. PSG-ның шабуылшысы Килиан Мбаппе өткендегі Лионмен болған кездесуде Элекиптің нұсқасы бойынша төмен бағаны алған. Шабуылшының ойыны 4 деген балмен бағаланған. Сондай қақпашы Джанлуиджи Донарума, қорғаушылар Серхио Рамос және Данило Перейралардың өткізген ойындары да төмен бағаланған. Ойыны ең жоғары бағаланған ойыншы Лео Месси 8 балл. Сонымен қоса Неймардың ойыны 7 деген бағаға лайық болған екен. PSG-ның жартылай қорғаушысы Марко Верratti Италия құрамасының алдағы ұлттар лигасының ойындарына қатыса алмайды. Осы жөнінде Италия футбол федерациясының баспасөз қызметінде мәлімденген. Верratti жақын ойындарға ушибке байланысты қатыса алмайды. Ол тіпті жүре де алмайды. Оның орнына біз басқа біреуді шақыртып аламыз, деп жеткізген екен бас бапкер Роберто Манчини. 29 жастағы Верratti Италия құрамасында 2012 жылдан бері ойнап келеді. Айтып өтсек, алда итальяндықтар Англия және де Венгрия құрамаларына қарсы ойын өткізеді. Испания чемпионатының алғашқы турындағы Райо Вальеканомен 0-0 есебімен тең ойнағаннан кейін Барселона 5 ойында жеңіске жеткен. Топ айырмасы 18-де 1-ді құрайды. Әрбір жеңіске жеткен матчтарында каталондықтар кем дегенде 3 голдан соғып отырған. Дәл осындай көрсеткішті Барселона соны 2010 жылдан бері алғаш рет қайталап отыр. Ол кезде команданың жаттықтырушысы Хосе Гвардиола болған еді. Өткен бейнероликте мына көрсетілген футбол жейдесінде Барселона қай жылғы маусымда ойнады делінген сұрақты қойған болатынбыз. Дұрыс жауаптар мінеки. Келесі сұрағымыз: футболшыны мансабындағы барлық командалары бойынша анықтап көрейік. Мына футболшы кім? Дұрыс жауаптарды келесі видеода көрсететін боламыз. Пари Сен-Жерменнің шабуылшысы Килиан Мбаппе өз ұлттық құрамасымен бірге командалық фотосессияға қатысудан бас тартқан, деп хабарлайды Get French Football News баспасы. Ақпараттар бойынша Мбаппе өзінің келісім шарты жоқ демеушілік жарнамаларда өз есімінің пайдаланылуына наразылық білдіруде. Барселонаның шабуылшысы Роберт Левандовски алтын доп жүлдесін жеңіп алу мүмкіндігіне қатысты сөз қозғап өтті. Мен көптеген ойыншылардың Барселона командасында болып, алтын доп жүлдесін көбірек жеңгендерін білемін. Меніңше Бавариядан қарағанда бұл жүлдеге Барселонадағы жол әлде қайда қысқарақ, деп айтқан екен Левандовски Mundo Deportivo баспасына берген сұхбатында. Интер клубының басшылары команданың бас жаттықтырушысы Симоне Инзагиді қызметінен босату жағын ойламауда, деп хабарлайды La Gazzetta dello Sport баспасы. Миланда клубтың басшылары сәтсіз ойындар жалғасып жатқанына қарамастан, сонда да бапкерді қызметінен алып тастау мүмкіндігін еш талқылап жатқан жоқ. Айта кетсек, Интер соңғы 5 ойынның 3-інде жеңіліске ұшыраған. А сериясының турнирлік кестесінде олар 7-ші орында келеді. Мюнхендік Бавария немістік бапкер Томас Тухельге қызығушылық білдіруде, деп мәлімдеуде Bild баспасы. Деректерге сүйенсек, Мюнхендік клубтың басшылары Тухельді өздерінің қазіргі жаттықтырушысы Юлиан Нагельсманның орнын алмастырушы ретінде қарастырып отыр. Нагельсман болса жуық арада қызметінен босатылуы ықтимал. Бавария 4 ойын қатарынан Германия чемпионатында жеңістің не екенін білмей келеді. Бундеслиганың турнирлік сатысында Мюнхендік команда 5-ші орында келе жатыр. Кристоф Фройнд Челсидің спорттық директоры атанатын болады. Осы жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда.
Жақын арада тараптар келісім шартқа отырмақ. Бұл маман осы кезге дейін Red Bull Salzburg командасының спорт директоры болып қызмет етіп келеді. Оның әрекетінің арқасында австриялық клуб кезінде Sadio Mane, Dayo Upamecano, сондай-ақ Erling Haaland сынды мықты ойыншыларды алған болатын. Римдік Рома клубы өткен жазғы трансферлік терезеде Арсеналдың швейцариялық жартылай қорғаушысы Гранит Джакаға қызығушылық танытқан. Осы жайында тілші Фабрицио Романо хабарлауда. Ақпараттарға сәйкес ойыншыға жаттықтырушы Жозе Мауриньоның жеке өзі қызыққан екен. Алайда дегенмен Джака Лондондық клубтың сапынан кеткісі келмеген. Осы маусымда Гранит Джака Арсенал сапында 8 матч өткізіп 1 гол және 3 нәтижелі пасты еншіледі. Жаттықтырушы Брендан Роджерсті қызметінен босату ағылшындық Лестер командасына 11,4 миллион еуро шығын әкелмек. Осы себепті де түлкілер ұжымы бапкерді қызметінен алып тастауға асығар емес. Қазіргі кезде Лестер ағылшын премьер лигасының ең нашар командасы болып келе жатыр. Олар турнирлік кестеде бір ғана ұпаймен ең соңғы 20-шы орынға жайғасқан. Манчестер Юнайтедтің футболшылары мен қызметкерлері өткендегі Еуропа лигасының екінші туры аясындағы Шерифпен болған матчтан кейін уланып қалған. Зесан баспасының мәліметіне сүйенсек, ағылшындық клубтың делегациясы матчтан кейін ұшақпен ағылшын еліне ұшып кеткен және келесі күні 12 адам өздерін нашар сезінген. Қазіргі кезде клуб уланудың ненің салдарынан болғанын анықтау үшін тексеріп зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Барселона клубы Реалдың жартылай қорғаушысы Марко Асенсиоға қызығушылық білдіруде, деп хабарлайды Mundo Deportivo баспасы. Ақпараттар бойынша каталондық клуб футболшыны келесі жазғы трансферлік терезеде оның Мадридтік клубпен келісімі аяқталған кезде өз қатарларына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Осындай жағдайда Барса Асенсионы су тегінге алулары мүмкін. Ағымдағы маусымда 26 жастағы Асенсио 4 матчқа қатысып, 1 голды соғып көзге түсті. Лондондық Челси Тоттенхемнің ағылшындық шабуылшысы Харри Кейнге қызығуда. Осы жайында Calcio Mercato баспасы хабарлауда. Ақпараттар бойынша аристократтық ұжым Харри Кейн үшін Тоттенхемге шабуылшы Ромелу Лукаку, сонымен қоса оның үстінен қаржы төлеп, осындай ұсынысты жасауға әзір. Айтып өтсек, Кейнге сонымен қоса Бавария клубы да қатты қызығушылық танытып отыр. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.